Балалар, бұл жерде өте күшті есеп берілген, не? Мына жерде, мына R деген аймақ былайынан айналдырылған. Айналдырылған. Міне, мынадан бастап дейді. Сол кезде бізде как бы бір ваза сияқты бір ыдыс шығып тұр ғой, үш өлшемді. Е? Көріп тұр ма? Осының көлемін табу керек. Біз бұл жерде көлемнің формуласын білуіміз керек. Көлемнің формуласы ол пи адан б-ға дейін дейтінбіз. Мынарда функцияның квадраты dx дейтінбіз. Міне, көлемнің негізгі формуласы осы. Мына 0-ден, мына жоғары шегі а-ға дейін. Мына x бойынша, мына а x пен. Осы көлемді тап дейді. Енді біз мына функцияны мына жерге апарып қоямыз. Яғни, көлем тең 0-ден а-ға дейін функцияны қоямыз. 1 плюс біздің функциямыз 2 енің x дәрежесі квадраты dx. Енді балалар, көпшілігіңізде осы квадратты жазбай кеткенсіздер ма, сондай бір дүниелер бар. Мынаны кәдімгідей а плюс b-ның квадраты бойынша ашып алайық. Біріншінің квадраты плюс 2 еселенген бірінші көбейту екінші деген бар ғой? Қосылған екіншінің квадраты. Енді міне, мынадан туын алғашқын таптық, мынадан таптық. Енді мынадан туын табамыз, алғашқын табамыз. Енді алғашқы деген сөз түсінікті ғой балалар. Мен сіздерге ылғи да айтып, мына біреудің енің дәрежесі 2 kx деп тұр. Значит, не бар алдында? 2-ден 1 бар. 2-ден 1 көбейтілген енің алғашқысы қайтадан өзі. Түсінікті ме? Қазір мынадан туын табып, мынадан туын 2 мен 2 қысқарып кетеді, 4 енің 2x дәрежесі қалады. Келісесіздер ме? И болды. Анықталған интеграл болғандықтан біз мына жерге плюс с деген нәрсе жазбаймыз. 0-ден а-ға дейін. Тең. Енді осыған просто бұлай ойлайық. Аны қойып шығамыз еді осының орнына. Пи жақша ішіне а плюс 4 енің а дәрежесі плюс номинал қысқартсынайға, қазір 2 ғой. 2а. Солай ғой. Енді мен бүйтіп қойыншы. Минус, енді нені қоям? Төменгі шекті қоям. Төменгі шекті қойсақ, мұнара қойсақ 0, мұнара қойсақ плюс енің 0 дәрежесі 1, 4 болады. Солай ғой. Енді мұна жерге апарып қойсақ, енің 0 дәрежесі 1, мұнарада 2 болады. Плюс 2. Пиімізді жазып қойық. Мұна жерде мынау жай сандар, мынау жиыны бірігіп нешені береді? 6-ны береді. Солай ма? Минус 6 болады. Сол кезде біз жазамыз. А плюс 4 енің а дәрежесі плюс 2 енің 2а дәрежесі минус 6. Дұрыс па?